الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Сәресі дұғасы. نويت أن أصوم صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. Ауызашар дұғасы. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Тарауих намазының тәсбихі. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Рамазан айының оразасы. Уа мүміндер, сендерден бұрын өткен қауымдарға парыз етілгендей тақуалыққа жетулерің үшін сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Ораза санаулы күндерде ғана өтіледі. Араларыңнан әлдегім науқас болып немесе жолаушы жүріп ораза ұстамаса, қаза болған күндердің орнын басқа уақытта толықтырсын. Ораза ұстауға шамасы әзер жететіндер, яғни қарттар немесе әлсіздер, қаза болған әр күнге бір жарлының бір күндік тойып ішетін тамағын фидия ретінде шығарсын. Ал енді кімде-кім қайырымдылық жасап, аталмыш мөлшерден асырып берсе, онысы өзі үшін қайырлы болмақ. Біле білсеңдер, ораза ұстағандарың өздеріңе жақсы. Рамазан айы адамзатқа жол бастаушы болған, һәм тура жолға салатын, ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын, ең айқын дәлелдерді қамтыған қасиетті Құран түсе бастаған ерекше ай. Араларыңнан кімде-кім Рамазан айына аман есен жетсе, немесе Рамазан айының туғанын көрсе, ауыз бекітсін. Ал кім сол кезде науқас болып, немесе жолаушы жүріп, ораза ұстамаса, қаза болған күндердің орнын басқа уақытта толтырсын. Шынында Аллах сендерге жеңілдік қалайды, ауыртпалық артқысы келмейді. Оразаны толық ұстағандарыңды, яғни ұстай алмаған күндердің қазасын өтеуді, және сендерді тура жолға салған үшін Аллахты ұлықтауларыңды қалайды. Шүкіршілік етерсіңдер деп сендерге жеңілдік жасауда. Бақара сүресі 183-185 аяттар. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм, ұлылығы шексіз Алла тағала адам баласының ұстаған оразасынан басқа барлық амалдары өзіне, ал оразаның жөні бөлек. Өйткені ораза менің разылығым үшін ұсталады, сондықтан оның қарыбын, сауабын өзім беремін деген. Ораза иесін күнәләрден, тозақтан қорғайтын қалқан.
кім болса да ораза ұстаған күні жаман сөз айтпасын, әрі ешкімге дауыс көтермесін. Егер оған біреу тіл тигізсе, не болмаса онымен ұстасып төбелеспек болса, оған менің аузым берік деп ескертсін. Мұхаммедтің жанын уысында ұстаған Аллахтың атымен ант етейін. Ораза ұстаушының аузынан шыққан жағымсыз иіс Аллах тағаланың құзырында мисктен, хош иісті әтірден де жұпар болып табылады. Ораза ұстаушының екі үлкен қуанышы бар. Ауыз ашқанда, ауыз ашқан үшін қуанат, және Раббысымен қауышқанда ораза ұстаған үшін қуанат деп айтты деген. Бұхари Саум 9, Мүслим Сиям 163. Имам Бұхаридің риуаятында Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ұллығы шексіз Аллах тағала құлым ас-ауқаттан, сусыннан және нәпсісінің қалауларынан тек мен үшін бас тартады. Сондықтан оның қарымын, сауабын өзім беремін. Әрбір жақсылыққа 10 есе сауап жазамын деп айтты деген. Бұхари Саум 3. Имам Мүслимнің риуаятында Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, адам баласының барлық амалдарының сауабы еселенеді. Әрбір жақсылыққа 10 еседен 700 есеге дейін сауап жазылады деген. Ұллығы шексіз Аллах тағала оразаның жөні бөлек, өйткені ораза тек қана менің разылығым үшін ұсталады. Сондықтан оның қарымын, сауабын өзім беремін. Құлым ас-ауқаттан, сусыннан, нәпсісінің басқа да қалауларынан тек мен үшін бас тартады. Ораза ұстаушының екі үлкен қуанышы бар. Ауыз ашқандағы қуанышы және Раббысымен қауышқандағы қуанышы. Оның аузының жағымсыз иісі Аллах тағаланың құзырында мисктің, хош иісті әтірдің иісінен де қош болып табылады деп айтты делінген. Мүслим Сиям 164. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім Аллах жолында жұп, яғни 2 сиыр, 2 қой немесе 2 түйе садақа берсе, о дүниеге барғанда жұмақтың есіктерінен: «Ей Аллахтың құлы, мына қақпаға кел, бұл сен үшін қайырлы» деп шақырылады. Сондай-ақ намаз оқығандар намаз қақпасынан, Аллах жолында аянбай күрескендер жихад қақпасынан, ораза ұстағандар Раян қақпасынан, садақа бергендер садақа қақпасынан шақырту алады деді. Сонда Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын: «Уа Аллахтың елшісі, әке-шешем сенің жолыңда садаға кетсін. Бұл қақпалардың бірінен шақырту алып, жұмаққа кірген жанға өзге қақпалардан кірудің қажеті болмайды. Әйтсе де аталмыш қақпалардың бәрінен бірдей шақырту алатын кісі бола ма?» деп сұрады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған: «Әрине болады, сенің де сол бақытты жандардың қатарында боларыңа үміттімін» деп айтты деген. Бұхари Саум 4, Мүслим Закат 85. Әбу Саид, Алла оған разы болсын, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, қандайда бір пенде Раббысының жолында бір күн ораза ұстаса, хақ тағала сол күннің құрметіне оның жүзін 70 жылға тозақ отынан алыстатады деп айтты деген. Бұхари Жихад 36, Мүслим Сиям 167. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім Рамазан айында шынайы сеніммен сауапты бір Аллахтан ғана күтіп, ораза ұстаса, бұрын соңды жасаған күнәлары түгелдей кешіріледі деп айтты делінген. Бұхари Саум 6, Мүслим Сиям 203. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Рамазан айы келгенде жәннаттың қақпалары айқара ашылып, тозақтың қақпалары түгелдей жабылады, шайтандар кісенделеді деп айтты делінген.
Бұхари сауым 5, Мүслим сиям 1. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, жаңа туған айды көргенде ораза ұстаңдар, ал жаңа туған келесі айды көргенде ораза ұстауды доғарыңдар. Егер күн бұлтты болғандықтан Рамазанның айын көре алмасаңдар, Шағбанды 30 күнге толтырып барып ораза ұстаңдар деп айтты деген. Имам Мүслимнің риуаятында жоғарыда хадиске қосымша ретінде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ал егер Рамазаннан кейінгі Шәуәлдің жаңа айын күн бұлтты болып көре алмасаңдар, 30 күн ораза ұстаңдар деп айтты делінген. Бұхари сауым 11, Мүслим сиям 4. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Рамазан айының қарсаңында ауыз бекітпеңдер. Жаңа туған айды көргенде ораза ұстаңдар, және жаңа туған келесі айды көргенде ораза ұстауды доғарыңдар. Егер жаңа айды көрулеріңе бұлтты күн кедергі болса, Шағбанды 30 күнге толтырып барып, ауыз бекітіңдер деп айтты деген. Термизи сауым 5. Ораза ұстаған адамның күнә мен жағымсыз әрекеттерден тыйылуы. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, қайсы бірің болмасын ораза ұстаған күні жаман сөз айтпасын, әрі ешкімге дауыс көтермесін. Егер оған әлде біреу тіл тигізсе, я болмаса төбелеспек болса, оған менің аузым берік деп ескертсін деп айтты деген. Бұхари сауым 9, Мүслим сиям 163. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімдегім ауыз бекіте тұра өтірік айтуын қоймаса, әрі алаяқтық істеуден тыйылмаса, Аллах тағалаға оның ішіп жеуден ғана тыйылғаны қажет емес деп айтты деген. Бұхари сауым 8. Мүжиба әл-Бахилия әкесінен немесе ағасынан жеткізген хадисте, оның әкесі Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уассалам жолыққаннан кейін еліне қайтып кетеді. Сол кеткеннен араға 1 жыл салып жағдайы және түр тұлғасы адам танымастай өзгеріп, жүдеп, екі әлем сардарының саллаллаху алейхи уассалам алдына келеді. Сөйтіп ол өзін танымай қалған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам, «Уа Аллахтың елшісі, мені танымадыңыз ба?» дегенде ол, «Сен кім едің?» деп сұрайды. Сонда ол, «Мен өзіңізге былтыр ғана келіп кеткен әл-Бахилимін» дейді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған, «Саған не болған? Былтыр ғана өңің жап-жақсы еді ғой» дейді таң қалып. Әл-Бахили, «Сізбен қоштасып кеткелі бері түнде ғана асышып жүрмін» деп жауап берді. Сонда Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған, «Өз-өзіңді әбден қинаған екенсің» деді де, «Ең дұрысы, сен сабырлық айында ораза ұстап, содан соң ай сайын 1 күн ауыз бекіткін» деп кеңес берді. Әл-Бахили, «Тағы қосыңыз, менің одан да көп ұстауға шамам жетеді» деді. Сонда ол, «Ай сайын 2 күннен ұстап отыр» деді. Әл-Бахили, «Тағы да қосыңыз» дегенде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам 3 күн ауыз бекіт деді. Әл-Бахили, «Тағы да қосыңыз» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған 3 саусағын бір ашып, бір бүгіп көрсетіп тұрып, ендеше харам, яғни Ражаб, Зүлқағда, Зүлхижжа және Мухаррам айларында 3 күн ұста, 3 күн ұстама, 3 күн ұста, 3 күн ұстама, 3 күн ұста,
3 күн ұстама деп айтты деген. Әбу Дәуд, Саум 55. Әбу Қатада, Алла оған разы болсын, Аллах елшісінен саллаллаху алейхи уәссәләм Арафа күні ораза ұстаудың артықшылығы жайлы сұралғанда өткен және келер жылдың күнәләрінің өтеуі болады деп айтты деген. Мүслим Сиям 196. Әбу Қатада, Алла оған разы болсын, Аллах елшісінен саллаллаху алейхи уәссәләм Ашура күні ораза ұстаудың артықшылығы жайлы сұралғанда өткен жылдың күнәләрінің өтеуі болады деп айтты деген. Мүслим Сиям 197. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм егер келесі жылға дейін өмір сүрсем, міндетті түрде Мухаррам айының 9-шы күнін ораза ұстап өткіземін деп айтты деген. Мүслим Сиям 134. Әбу Әйюб, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм кімде-кім Рамазан айының оразасын ұстап, одан кейінгі Шәуәл айында да 6 күн ауыз бекітсе, жыл бойы үздіксіз ораза ұстағандай сауап алады деп айтты делінген. Мүслим Сиям 204. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм әр дүйсенбі және бейсенбі күндері Аллах тағалаға құлдарының апталық амалдары ұсынылады. Сондықтан амалым Аллахқа ұсынылғанда аузымның берік болғанын қалаймын деп айтты деген. Тирмизи Саум 44. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм дүйсенбі мен бейсенбі күндері ораза ұстауға ерекше ден қоятын еді деген. Тирмизи Саум 44.